Сәлем достар, менің атым Нұрсая, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тәттілерді пісіргенді де ұнатамын, және де бүгін мен пончик пісіремін, және сіздерге оның құрамын көрсетемін. Ал ендеше бастаймыз. Бірінші бізге шағын ыдыс керек, содан соң таразы, және ұн, ыстық сүт, жұмыртқа, разрыхлитель, дрожь, сары май, қант және тұз керек. Алдымен бізге 200 грамм сүт керек. Жеті грамм дрожжымызды өлшеп аламыз. Жылы сүтімізге дрожжыды салып, оған бір қансық қант саламыз және араластырамыз. Жақсылап араластырып, 10 минутқа бетін жауып көтерілгенше қоя тұрамыз. Енді бізге 350 грамм ұн керек. Қазір оны өлшейміз. Негізі мен бұл ұнды 2 рет електен өткізіп қойғанмын. Оңай болу үшін осы ыдысқа салып қойдым. Мінекей біз ұнымызды өлшеп алдық. 350 грамм болды. Ұнымызды ыдысқа саламыз. Біз қантымызды өлшеп алдық. Енді бұны ұнымыздың үстіне саламыз. Мінекей. Енді бізге 5 грамм тұз керек. Оны ыдысымызға саламыз. Осы құрғақ заттарымызды жақсылап араластырып аламыз. Араластырамыз. Жақсылап араластыру қажет. Қамырымыз барлығы жақсы шығу үшін. Тәтті пончик шығады деп ойлаймын. Бір жұмыртқамызды саламыз. Дрожж қосылған сүтті құямыз. Мінекей біздің сүтіміз жақсы көтеріліпті. Солап араластыру керек. Қамыр болайын деп қалды. Бірінші қамырды барлығы бір-біріне жабысқанша осылай илейміз. Негізінде қамырды илегенде ыдысты таза қылып істеу керек. 60 грамм сары майды кішкене ерітіп, ең соңында қосамыз. Сары майымызды қамырдың үстіне құямыз. Мінекей, қамырымыз осылай илегенде қолға жабыспау қажет. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жақсы болып шығып жатыр. Қайтарамыз. Мінекей, қамырымыз өте жұмсақ болды. Енді осы қамырымызды 1 сағатқа қойып қоямыз көтерілгенше. Содан соң, көтерілген соң тағы да илеп, қайтадан жауып қоямыз. Қамырымыз 2 рет көтерілді. Қазір оны 2-ге бөлеміз.
осылай пергаментті қағазға қоямыз. Дәлдеңіз. Пончиктерimiz көтерілгенше 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Қалған қамырды осылай домалақтап қоямыз. Мінекей пончиктерімізді осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Енді пончиктерімізді креммен сәндейміз. Мінекей біздің пончиктеріміз дайын болды.